Кеңес Социалистік Республикалар одағы және Қазақстанның халық әртісі. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты социалистік еңбек ері Бибігүл Төлегенова 1929 жылы 16 желтоқсан күні Семейде дүниеге келген. Әкесінің есімі Ахмет, анасы Майнұр. Әкесі Бибігүлді кішкентай кезінде Күлтай деп атап еркелетеді екен. Қызын алғаш мектепке апарып, суда жүзуді де үйреткен сол кісі. Ал әншінің анасы әкесі сияқты емес, мейірімін ашық білдірмейтін жан болыпты. Баланың кей еркеліктерін көтермейтін деп еске алады Төлегенова. Бибігүл Төлегенованың әкесі Ахмет репрессияның құрбаны. 1938 жылдың наурызында Алматыда атылып кеткен. Атарбамен 2 адам келіп әкесін алып кеткенде, әнші небары 7 жаста болатын. Сөйтіп анасы Майнұр 25 жасында 7 баламен жалғыз қалған. Шешесі 2-ші рет тұрмыс құрмаған. Балаларын асырау үшін кез келген жұмысқа келісіп, нан табудың қамымен жүрген. Анасы 91 жасқа қараған шағында дүниеден озыпты. Бибігүлдің сыңғырлаған даусына тәнті болғандар оған Алматыдағы консерваторияға оқуға түсуге кеңес береді. Алайда арман қуып консерваторияға келгенде, әнші аяқ астынан сырқаттанып қалып, бірде-бір дыбысты дұрыс орындай алмаған. Сөйтіп оқуға қабылданбай, амалсыздан Семейге қайтады. Алайда әншінің бағы бар екен. Дәл сол уақытта Семейде ерікті өнерпаздар арасында іріктеу жүріп жатады. Консерваториядан үміт үзген бойжеткен өнердегі ең алғашқы ұстазы жазушы Галина Серебрякованы кездестіреді. Қазақ даласына қаламгер жер аударылып, халық жауының әйелі ретінде айдалған екен. Галина Иосифовна қыздың өнеріне бірден тәнті болып, оны қамқорлығына алады. Осылайша бірнеше айға созылған дайындықтан кейін Бибігүл Төлегенова Құрманғазы атындағы консерваторияның дайындық курсына қабылданады. Бибігүл консерваторияның соңғы жылдарына оқып жүріп, радиода әнші болды. Ал бітірген соң 2 жылдай театрда істеп, содан филармония әншісі болып ауысты. Сопрано дауысты әнші Қазақ мемлекеттік филармониясында 15 жылдай жұмыс істеген. Қазақтың бұлбұлы сол жылдары бүкіл кеңес одағына танымал болды. Мерекелік концерттерге арнайы шақырылып, атақтар алды. 1967 жылы әкесінің халық жау емес екендігі анықталып, ақталған соң шетелдерге шығып концерт беру мүмкіндігіне ие болды. Бибігүл Төлегенованың қайталанбас орындаушылық өнерінің қайнар бұлағы ең алдымен қазақтың халық әндеріне саяды. Әншінің алуан тақырыпты репертуарында қазақтың халық әндері Гауһартас 25, қазақтың композиторларының шығармалары Хамидидің бұлбұлы, Брусиловскийдің қос қарлығашы, Төлебаевтың еске алуы, Рахмадиевтің тарантелласы, Мұхамеджановтың көктем вальсы, Түлендиевтің кел еркем алатауыма, сондай-ақ Чайковский мен Рахманиновтың романстары, Римский-Корсаковтың операларынан ариялар және Батыс Еуропа сазгерлері Доницетти, Грик, Шуберт шығармалары да бар. Бибігүл Төлегенова өзінің концерттік орындаушылық өнерін шеберліктің жоғары сатысына көтеріп, классикалық дәрежеге жеткізді. Бұл тұрғыда ол қазақ бұлбұлы атанған Күләш Байсейітованың орындаушылық шеберлігін жалғастыруда. Халқының жүрегінде мәңгілік мекендейтін Бибігүл Ахмет қызының өнер жолын жалғастырамын дейтіндер көп. Бұлбұл әншінің көптеген шәкірттері бүгінде елімізге еңбек сіңірген әртістер атанып, Қазақстан мәдениеті мен музыка өнерінің дамуына өз үлестерін қосуда.